Полианна мектепке келесі күні де, үшінші күні де бармады. Ол есін жия алмады. Ал есін жиған кезде өз халінен қорқып, алаңдап сұраумен болды. Осындай жағдай бір аптаға созылды. Кейін ауруы басылып, ыстығы түсіп, өз-өзіне келе бастады. Поли тәтесі оған болған оқиғаны қайта түсіндірді. Сонымен мен ауырып қалмай, жай ғана жол апатына түскен екенмін ғой, деді Полианна жарқын үнмен. Осылай болғанына қуаныштымын. Қуаныштысың ба, Полианна? Деді төсекте отырған тәтесі. Әрине, миссис Сноу секілді өмір бойы жүре алмай қалғанша, мистер Пендлтон сияқты аяғымды сындырып алғаным әлде қайда жақсы емес пе? Деп қуана сөйледі. Өйткені мистер Пендлтонның аяғы жазылады, ал миссис Сноу өмір бойы төсекте таңылып жатады. Егер мүгедек болып қалсаң, ештеңе де көмектеспейді. Сынған аяқ туралы естіген тәтесі төсектен ырғып тұрып, бөлменің қарама-қарсы жағында тұрған үстелдің жанына келді. Әрі қарай паң, алдына мақсат қоя білетін тұлғаның үстелде тұрған заттардың орнын бей-берекет ауыстырып тұрғанын көру мүмкін емес еді. Тек оның қоқыл тартқан жүзіне қарап, қана көз жасын шығармауға тырысып, тістеніп тұрғанын байқауға болатын. Ал Полианна бұл уақытта мистер Пендлтон сыйлаған мөп-мөлдір шыныдан өтіп, түрлі түсті сәулеге айналып, төбеде ойнап жүрген кішкентай кемпір қосаққа қарап, қызықтап жатты. Шешек аурумен ауырмағаныма қуаныштымын, деді ол қанағаттанған кейіппен. Өйткені ол аурудан кейін бетімде секпіл емес, шұбаралы іздер қалар еді. Көкжөтел болмағаныма да қуанамын. Ондай аурумен ауырғанмын. Қызылша не баспамен ауырмағаныма да шүкір. Олар жұқпалы аурулар ғой. Ондай кезде менімен бірге өзге біреудің отыруына тыйым салынар еді. Сен көп нәрсеге қуана алатын сияқтысың ғой, қалқам, деп мисс Поли киімінің жағасы қысқандай тамағын ұстады. Әрине, деп күлді Полианна. Кемпір қосаққа қарап, қаншалықты көп нәрсе ойлағанымды білсеңіз ғой. Мен кемпір қосақты жақсы көремін. Мистер Пендлтонның маған осы мөп-мөлдір шынысын сыйлағаны қандай жақсы болды. Мен тағы бір нәрсе айтпағаныма қуаныштымын, бірақ бәрінен де жол апатына түскеніме сондай қуаныштымын. Полианна, деп мисс Поли таңғала дауыстап жіберді. Иә, тәте, мен шынымен қуаныштымын. Түсінесіз бе, осы жағдай болғалы бері сіз мені үнемі қалқам деп айтасыз, ал бұрын мені ешқашан бұлай демеуші едіңіз ғой. Ал мен барлық туысқандарым мені қалқам дегенін қалаймын. Әйелдер көмегінен біраз адам мені солай атаған, бірақ олар менің туыстарым емес еді ғой. Ал сіз менің туған тәтем болғаныңызға қуаныштымын. Бұл жолы мисс Поли ештеңе деп жауап бере алмады. Көзі жасаурап, қолын тамағына апарды. Орнынан атып тұрып, есікке қарай асықты. Есіктен күтуші әйелде кіріп келе жатқан. Сол кеште ентіккен Нэнси, қарт Том қайысын тазалап отырған сарайға жүгіре кірді. Мистер Том, деп қатты дауыстады Нэнси көзі аларып. Не болғанын білесіз бе? Қанша болжасаңыз да таба алмайсыз. 1000 жыл болжасаңыз да таба алмайсыз. Мистер Том, қазір мен сізге айтып берейін. Мен онда табуға тырыспай-ақ қояйын. Енді 10 жылдан артық өмір сүре алмаймын ғой, деп әзілдеді қарт. Сен одан да маған тезірек не болғанын айтып бер. Олай болса тыңдаңыз. Қазір қожайынның бөлмесінде кім отыр деп ойлайсыз? Сонымен кім? Мен сізден сұрап тұрмын ғой. Сұраған қиын екен, деп басын шайқады қарт Том. Әрине қиын. Сізге мен айтайын, ол жерде Джон Пендлтон отыр. Әй қыз, сен мені мазақ қылып тұрсың ба? Жоқ, мазақтап тұрған жоқпын. Жол бастап оны өзім кіргіздім. Оның аттары мен арбасы да есік алдында күтіп тұр. Бәрі де ашуланшақ қарт. Ешкіммен сөйлескісі келмейтін адам емес, жай қонақ келгенде қарсы алып жатыр. Мистер Том, ол қабылдауға келіпті, ойлаңызшы. Неге болмасын, деді қарт. Нэнсидің әңгімесі оны зеріктіріп жіберген еді. Нэнси оған
тәкаппарлана қарап. Маған қарағанда сізге белгілі ғой неге екені, деді. Не дейді? Мистер Том, дым білмес болып көрінбеңізші, олай етпеңізші, деп Нэнси қырсыға жауап берді. Бұл туралы маған бірінші болып сіз айтқансыз. Не туралы? Нэнси жартылай ашық тұрған сарай есігіне қауіппен қарап қойды. Үйде бәрі тыныш екеніне көзі жеткен соң, қарт Томға жақындап сыбырлады. Сіз маған мисс Поллидің ғашығы болғанын айтқансыз, солай ма? Содан соң мен ойлана келе іздегенімді таптым. Содан соң 2-ге 2-ні қостым, бірақ менде 4 емес 5 шықты. Қарт Том оны тыңдамай жұмысына кірісті. Мен саған мынаны айтайын, деп ашуланды ол. Егер менімен сөйлескің келсе, жұмбақтамай ашық айт. Түрлі сандармен жұмбақтағанды иттің етінен жек көремін. Енді қалғаны сенің жұмбақтарың шешу еді. Жарайды, ренжімеңізші, мистер Том, деп күлді Нэнси. Мен бір нәрсе естідім. Содан соң сіздің айтқаныңызды есіме түсірдім. Солай мисс Полли мен мистер Пендлтон бір-бірін жақсы көрген екен деп ойлап қалдым. Мистер Пендлтон, деп таң қалғаннан қарт Томның бүкір белі бір сәтке түзеліп кетті. Оның олай еместігін қазір түсіндім. Мистер Пендлтон біздің қызымыздың анасын жақсы көріпті ғой. Сондықтан да ол, осы кезде Нэнси Поллианнаға Пендлтонның ұсынысы туралы ешкімге айтпаймын деген уәдесі түсті. Бұл маңызды емес, деп жалғастырды ол. Жалпы мен біраз адамнан сұрағанымда барлығы бірдей мисс Полли мистер Пендлтонды жек көретінін айтты. Бұл жағдай 18 немесе 20 жасында болған. Біреулер оларды ғашықтар деп өсек таратқан, содан олар араздасып қалған. Я, есімде, деп басын шұлғыды қарт. Бұл жағдай мисс Дженни оған келісім бермей басқа жігітпен кетіп қалғаннан кейін 3-4 жылдан соң болды. Мисс Полли мистер Пендлтонды қатты аяйтын. Ол оған мейірімді болуға тырысты. Бұл мейірімі өзіне зор боларын білмеді ғой. Мұның бәрі әпкесін алып кеткен постердің кесірі еді. Содан соң біреулер біздің қыз жігіттің басын айналдырғысы келіп жүр, деп өсек таратты. Қыз ба? Басын айналдыру? Деп Нэнси сөзін бөлді. Мен де сенбеген едім, бірақ өсек бүкіл қалаға тарап кетті. Қандай тәрбиелі қыз төзеді бұған? Осы кезде қыз бен сүйіктісінің арасында түсініспеушіліктер басталды. Сол кезден бастап ол бар әлемге есігін тарс жауып алды да жүрегі қатып қалды. Естідім, көбі солай дейді. Міне сондықтан да, мистер Том, мен оны көргенде құлап қала жаздадым. Сосын оны кіргізіп, ол туралы мисс Поллиге айттым. Ол не деп жауап берді? Деді қарт Том қобалжығаннан демала алмай. Басында бір орында тырп етпей отырып қалды. Менің айтқандарымды естімей қалды ма деп қайталай бастадым. Сонда барып болмаған жай дауыспен. Бар да мистер Пендлтонға қазір түсетімді айт, деді. Мен барып оған айттым. Сонан соң жүрегімді қолыма алып, сізге ұшып келдім, деп тағы да есік алдына абайлап қарап қойып әңгімесін аяқтады. Қарт Том күлімсіреп жұмысына қайта кірісті. Мистер Пендлтон көп күтпеді. Тықырлаған аяқ үнін естіп, бөлмеде мисс Полли тұрғанын сезді. Мистер Пендлтон өзінің балдағына сүйеніп орнынан тұрғысы келіп еді. Мисс Полли оны ишарамен тоқтатты. Мисс Полли оған қолында бермеді, салқын қарсы алды. Мен Поллианнаның жағдайын білуге келдім. Көп рахмет, ол бір қалыпты. Оған не болған айтыңызшы, деді мистер Пендлтон даусы дірілдей. Мисс Поллидің жүзі құбылып сала берді. Манағы қатаң қабақтың ізі де қалмады. Айта алмаймын, деді үні әрең шығып. Егер қолымнан келсе, сіз ештеңе білмеймін дегіңіз келе ме? Ал дәрігер ше? Уайрон дәрігер де түк түсіне алар емес. Ол Нью-Йорктағы мамандармен ақылдасты. Олар жуық арада кеңес береміз деп келісті. Оның қай жері жарақаттанған білесіз бе? Басы ісіп кеткен, бірнеше жері көгерген және омыртқасы зақымданған. Содан 2 аяғы сал болып қалған. Джон Пендлтон күңіреніп кетті. Екеуі де ләм-мим деуге дәрменсіз еді. Біраздан кейін мистер Пендлтон бәсең дауыспен: Поллианна бұл туралы біле ме? деді.
Жоқ, әлі білмейді. Мен де оған айта алмадым. Мисс Полли қолын тамағына апарды. Осы әдетін қанша рет қайталағанын ешкім де білмейді. Ол жүре алмайтынын біледі. Тек аяғы сынып қалды деп ойлап жатыр. Ол сіздің аяғыңыз сияқты тек аяғы сынғанына тәуба дейді. Сынған аяғың қалпына келеді, ал егер миссис Сноу сияқты ауырып, мүгедек болып қалсам, не болар еді? Ол өмір бақи солай қалады, дейді. Осы сөзін қайталай береді. Мен қайғыдан өлетін сияқтымын. Мистер Пендлтонның көзіне жас толса да, ол мисс Харрингтонның қайғыдан есеңгіреген жүзін көрді. Оған қарап, соңғы рет кездескенде Поллианнаға көшіп келу туралы айтқан өтініші еріксіз есіне түсті. Мистер Пендлтон, мен Полли тәтемді қалдыра алмаймын, деген қыздың үні құлағында тұр. Мистер Пендлтон бар күшін жинап, дірілдеген даусын білдірмеуге тырысып. Мисс Харрингтон бір емес бірнеше рет Поллианнаға маған көшіп келші деп өтінгенімді білесіз бе? Поллианнаны сізге, деп мисс Полли шытынай қарсы сұрақ қойды. Қонақты мисс Поллидің өзін бұлай ұстауы шошытып жіберді. Бірақ ол өзін қолға алып, жай ғана сөзін жалғастырды. Я, оны өз атыма жаздырып, заңды түрде қызым қылып алғым келген. Әрине, ол менің барлық мұрама ие болып қалар еді. Осы кезде мисс Полли Поллианна келісуі керек еді, деп ойлады. Сол кезде ақшадан қиыншылық көрмес еді, болашағын қамтамасыз етер еді. Мисс Поллиді сіңілісінің мистер Пендлтон ұсынысын қалай түсініп, қалай қабылдағаны мазалады. Поллианнаға бауыр басып қалыппын, соны білесіз бе? Деп сөзін жалғады мистер Пендлтон. Ол маған ұнайды және анасының көзі ғой. Осы балаға 25 жыл бойы жалғыздықта жиналған бар сүйіспеншілігімді беруге әзірмін. Сүйіспеншілік? Осы сөзді естіген мисс Полли қызды үйге алған кезде нені басшылыққа алған есіне түсірді. Осы туралы ойлағанда Поллианнаның таңертең мені туысқандарымның бәрі қалқам деп атағанын қалаймын деген құлағына келді. Осындай махаббатқа зәру қызға 25 жыл бойы жалғыздықта жиналған сүйіспеншілігін ұсынып тұр. Одан бас тартуға оның күші жетпей ме? Мисс Полли осы туралы ойлағанда жан дүниесі аласұрып, тап қазір осы қызсыз өмір сүре алмайтынын, өмірдің мәні жоқтығын түсінді. Сонымен, деп сұрады ол мистер Пендлтоннан. Сұрақ жедел шыққандықтан мистер Пендлтон оның халін шын түсінді. Ол қарсы болды, ұсынысымды қабыл алмады, деп көңілсіз жауап берді. Неге? Сізді тастап кеткісі келмеді. Полли тәтем мейірімді, оны қалдырып кете алмаймын деді. Поллианна сізді таңдады. Сіздің де қалауыңыз, екеуіңіздің бірге тұруыңыз екенін айтты. Мистер Пендлтон орнынан әрең тұрды. Көзі мисс Поллидің көзімен түйісіп қалмау үшін сенімді түрде есікті бетке алды. Бөлмедегі есіктен шыға бере, артынан асығыс келе жатқан аяқ дыбысын естіді. Мисс Полли онымен қатарласып, оған дірілдеген қолын созды. Нью-Йорктен мамандар келгенде және Поллианнаның жағдайы белгілі болғанда сізге міндетті түрде хабар беремін, деді даусы дірілдеп. Сіздің келгеніңіз туралы да оған міндетті түрде айтамын. Поллианна қуанып қалатын болды. Ал сау болыңыз, деп оның қолын қатты қысты. Келесі бөлімде не болатыны маған да қызық. Сіздерге де қызық болса, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.